Бірақ көрінбей тұр сіздікі. Сіз көрініп тұрсыз ғой маған. Ассалаумағалейкум Мейірхан аға, қалайсыз? Сіз мына желтоқсан оқиғасына қатысқан адамсыз, және қаңтар оқиғасына қатысқан адамсыз. Бүгін қайда барып келдіңіз, соны айтыңызшы. Уағалейкум ассалам, бауырлар. Рафик бауырым. Енді мен бүгін неге қатыстым? Осы былтыр осы қаңтар оқиғасына дейін министр болған қорғаныс министрі соның соты болып жатыр. Марат Бектанов, Марат. Соның соты болып жатыр екен. Соған мені куәлік ретінде шақыртыпты. Куәгер ретінде 6 күні ертең Қапшағайдың бригадасы келді ғой, әскері. Сол кезде сол 7 адамның құрамында мен болып келіссөзге барғам ғой. Сол жөнінде сұрақ жауаптар болды. Сол Бектановты білмеймін не үшін соттап жатқандарын. Ол ертең ол бәрімізді атып тарату керек болады екен ғой. Ол кімге, сол полковник білген келіссөзге келген бригадасы ма әлде батальон ба, соны алып келген ғой. Ол атудан бас тартқан, әскерді алып кетті. Митингімді жалғастыра беріңдер, тек бейбіт болсын. Араларыңда арандатушылар кіріп кетпесін деген ескерту жасаған болатын. Кейін біз білгеніміз, оның бәрі министрдің бұйрығымен болған екен ғой. Әскерді алып кету халыққа. Қай күні болды ол оқиға? Келіссөз қашан жүрді? 6 қаңтар, ертеңгі 9 болмай, 8:30 мен 9-ның арасында. 2022 жылы 6 қаңтар күні болды ғой. Осы қаңтар оқиғасы, қаңтар қырғынның алдында, ол ертең болған оқиға. Кешке басқа әскерлер алдыртып, ОДКБ-дан әскер алдыртып, қырғынды бастады ғой. Бұл оған дейін кәдімгі 9 болмай келген қазақтың өзіміздің әскерилер ғой. Менің кейін білгенім, сол қорғаныс министрі қылмыстық бұйрықты орындаудан бас тартқан ғой, халыққа оқ атудан. Әскерді шақыртып алған ғой. Алаңға келіп, тізіліп тұра қалды ғой, автоматтарын кезеніп. Сізді неге қалай шақырды? Сізді неге шақырды және қалай шақырды? Жоқ, біз өзіміз әскер келді ғой. 9 болмай келіп, Фурманова жағынан Сәтбаеваның бойымен келіп, тізіліп тұра қалды ғой. Сол кезде біз штаб құрғанбыз ғой, 7 қария, ақсақалдар. Біз келіссөзге деп алдыға шығып, ақ жалауайы келіссөзге шығамыз дедік қой. Арамызға қосылған адам болды. Оның бірі Дариға Рақым деген апамыз, ақ орамал алып, және де тағы бір Марат деген жігіт қосылған 8-ші адам болып. Сол кезде біз алдыға шығып... Болғандардың аттарын айта аласыз ба? Келіссөзге барғанда, келіссөзге барғанда, бірінші біз бір қоршаудан асқан кезде, бір 10 метр асқан кезде атқылай бастады. Бұл ескерту оқтар басымыздан асырып оқ атылды. Бірақ ешкімімізге көздеп атылған жоқ. Біз кейін қарай шегіндік, қоршаудан ары. Сол кезде бір ертең жараланған бір адам болды. Зардап шеккен бір адам. Оның жамбасына оқ тиген. Сол жамбасына оқ тиген жігітті мен өзім алып шықтым. Содан кейін болғандардың аты жөнін айта аласыз ба? Кім барды? Қаңтар қырғыны кезінде атардың алдында келіссөзге әскерилер мен халық жағынан кім барды айта аласыз ба? Ол солай басталды. Ол алғаш келіссөз болған жоқ. Біз шықтық.
бізге оқ атып бастады. Ескерту оқ. Аға, сізбен бірге болған ақсақалдар кімдер? Иә. Қамалхан Қамбаров бар. Одан кейін ана Мұратбек Есенғазы бар. Одан кейін ана кім бар? Медеубаев бар, Өмірбек. Кейбірін ұмытып жатырмын. Ауызға түспей қалып. Осылар болды. Тағы үшін 7 адам болдық қой. Сонда менің түсінгенім, сіз мені жақсы естіп тұрсыз ба қазір? Естіп тұрмын, иә. Аха, 6 қаңтар күні әскерилер келіп, жаппай халықты атардың алдында Қазақстан қарулы күштерінің полковнигі келіп, алаңға келіссөз жүргізді. Сол жерге 7 қария болды. Жоқ. Бірден жүргізген жоқ. Тізіліп тұра қалды. Тізеліп ана қаруларын кезеніп тұра қалды. Сол кезде біз алдыға шықтық, келіссөз жасайық деп. Сонда келіссөз жүргізуге қазіргі сотталып жатқан Бектанов министр рұқсат берген ғой полковникке. Халықпен сөйлес деп. Оны ол кезде біз іштеме білмейміз ғой. Ол кезде іштеме білмейміз. Жаңа мен айтқандай ескерту оқ атты ғой. Бір адам жараланды, оны алып шықтық. Содан кейін барып бір арада 10-15 минут өткеннен кейін келіссөзге өзі шақырды. Жаңағы Қапшағайдың әскерилерін басқарып отырған полковник болу керек. Полковник па, подполковник па, сол өзі шақырды. 3-4 адам келіңдер деп. Содан кейін біз сол 4 адам бардық келіссөзге. Енді келіссөз қалай өтті? Не айттыңыздар? Соны айтыңызшы. Сөйлеген Мұратбек болды. Мұратбек бастады. Ол айтты, енді сен өз халқыңа атасың ба? Біз бейбіт шерушілер деді. Өзіңде қазақтың баласысың деп. Сол кезде ол бізге жауап берді. Я, мен көріп отырмын, сендер өңкей ақсақалдар екенсіңдер деді. Сендер ешқандай террорист емес екенін мен білем деді. Мына қазір алаңда жүргендердің бәрі қарапайым адамдар шеруге шыққан деді. Мен ондай нем жоқ деді. Сендерге оқ атуға мен оған ондай бұйрық бермеймін. Сендер шерулеріңді жалғастыра беріңдер. Тек қана бір ескерту жасайын деді. Ескерту, егер сендердің араларында арандатушылар кіріп кетіп, қарулы біреулер кіріп кетіп, біз жаққа менің солдаттарыма оқ атып жатса, мен қарап қалмаймын. Қарсы оқ атуға мәжбүр болам деді. Дәл солай айтты. Содан кейін біз қол алыстық бұл жерде. Соның арасында тағы бізге қосылып бір түнімен болған жоқ. Жасарау Қуаншалин штаб бастығы менмін деп жүгіріп келді. Ол да сөзге араласты, бірақ уже негізгі әңгіме бітіп қойған болатын. Сонымен біз қол алыстықта қайтты. Ол айтты, мен осында боламын деді. Әскерилер тұрады деді, қазіргі тұрған жерінде. Бірақ сендер сол шартты орындайсыңдар деді. Біз араласпаймыз, бейбіт шеруді жалғастыра беріңдер деді. Содан кейін біз сол кезде түсінгеніміз, мына әскерилер халыққа оқ атудан бас тартқанын сонда бірақ білдік. Оған дейін біз білген жоқпыз. Оны түн ішінде кейінгі кездері министрді айыптай бастады ғой. Орнынан алып командирлік несі жоқ деп, командирский качество не проявил деп Тоқаевтың өзі сөйледі ғой, орнынан аларда. Оның орнынан алып, орнынан түрменің жендеті болған қазіргі министрді тағайындады ғой.
Кейін біз білгеніміз жаңағы полковникке бұйрықты берген кім болады екен, сол министр Бектанов. Халыққа оқ атқан біз жендет емес екен ғой. Мейірхан аға, бүгін сол полковник сотқа қатысты ма? Жоқ, мен білмеймін. Мені не арқылы компьютерге қосып, осы не арқылы ғана сөйлестім. Құлағыма наушник кигізді. Наушникпен отырып, сол тыңладым, сұрақтарына жауап бердім. Прокурор сұрақ қойды, судья қойды, тағы біреулер қойып жатты. Барлық сұрақтарына жауап бердім. Қалай болғанын. Содан кейін мен айттым, ол министрді айыптап жатқандары ол дұрыс емес дедім. Ол қылмыстық бұйрықты орындаудан бас тартты. Мына әскерилер олар жендет емес, халқына қарсы оқ ататын. Олар сыртқы жаудан қорғау, олардың негізгі міндеті. Сол себептен мына кімге қойып жатқан айыптарын министр Бектановтан орынсыз, оны ақтап алуға мен сіздерге соған шақырамын дедім. Орысша жүрді, мен орысша айттым. Прошу его полной реабилитации деп айттым. Сізді қалай тартты деймін бүгін сотқа? Қалай сізді тауып алды? Мені тапқаны Камалхан Қамбаровты кім тауыпты? Адвокаты кімнің? Сол Бектановтың адвокаты Камалханды тапқан, Камалхан мені не қылған. Содан кейін кеше адвокаты өзі хабарлатты, келесің ба деп. Келейін, куәлік жасайсың ба деді. Жасайым дедім. Сонымен келісіліп, бүгін келіп, сол куәлігін беріп отырдым. Бектановқа қойып жатқан айыптаулар негізсіз. Ол нағыз мақтауға ер жүрек батыр екен көрсетті. Ол қылмыстық, мен дәл сол сотта да солай айттым. Ол қылмыстық бұйрықты орындаудан бас тартқан, оны соттау емес, оны марапаттау керек дедім. Және сондай бізді атудан бас тартқан полковникке де, министрге де рахмет айту керек дедім. Сонда кім атты халықты, білесіз ба енді? Халықты ату ол кешке басталды. Енді ол үшін кешке бізге түстен кейін хабар жетіп жатты ғой, ОДКБ әскері келе жатыр деген хабар келіп түсе бастады, түс ауасы. Оны мен бір емес, бір 5-6 адамнан естідім. Соның төртеуі бір қыздар айтты. Бірінен кейін бірі келіп, нелер уже келіп жатыр, ОДКБ әскері келіп жатыр, кешке келіп қырғын салады деп. Одан кейін басқа да адамдар келіп ескертті. Мен бір жағы оларға мүмкін емес, ол ОДКБ, ол сыртқы жаудан қорғану үшін құрылған әскери құрылғы. Ол жендеттік рөлді атқаратын орган емес қой деп. Бірақ диктатор сұлубы әрине кез келген неге барады ғой мысалға. Сол себепте біраз адамды қайтардық, қайтпайтындар көп болды. Содан кейін біз кетуге хақымыз жоқ болды. Не болса да аяғына дейін көріп аламыз дедік. Кешкі атыс ол 6:43 па, 6:45 па сол уақытта басталды. Фурманова жақын келді. Сізде басқа куәгерлер болды ма бүгін? Сол жерде куәгерлер. Сізден басқа куәгерлер болды ма бүгін? Бүгінгі сотта ма? Бүгінгі сотта Бектанов, Камалхан екеуміз куәлік бердік. Одан басқа да болды ғой, оларды танымаймыз ғой, білмейміз олар. Жеке әрқайсымызды жеке нетті ғой, басқаларын білмеймін енді. Камалхан екеуміз келіп, бірге беріп, бірге қайттық. Енді, қараңыз, сіз желтоқсанға шықтыңыз ғой. Сіз желтоқсан оқиғасына қатысып едіңіз аға, 86 жылы. Желтоқсанға, 86 жыл, одан бері талай жыл өтіп кетті ғой, 36 жыл болып кетті ма? Сіз сол қатысқаныңыз үшін қудаландыңыз ба? Мен қудаланған жоқпын, мен
bir рет ұсталдым, бірақ онда полиция, ол кездегі милиция дейді ғой, олар қазақтың жігіттері, олар тобымен бәрін қоя берді. Барлығы толып кеткен ғой ана, олардың несі. Бізді оформляттан еткен жоқ, жібере салған болатын. Бірақ мен онымен тынған жоқ, мен сол кезде де белсенді болып жүрдім. Ана белсенділігім әлі күнге тоқтаған жоқ. Сол желтоқсан қоғамдық бірлестігінің құрылуының басы қасында жүрдім. Қазір енді мен сұрайын деп отқаным ол емес аға. Менің сұрайын деп отқаным, мына қаңтарда қатысқан балаларды қудалану қанша уақытқа созылуы мүмкін? Сол желтоқсанмен қараған кезде. Желтоқсанда да біраз жыл қудалады ғой ол балаларды. Сол жердегі батырларды. Ол ана халықтың белсенділігіне де байланысты. Мына қазіргі жүйені кетірмейінше бұл тоқтамайтын сияқты. Мына ең бірінші оған кінәлі де қылмыскер де жауапты да ол қазір билеп отырған Тоқаев, ол биліктен кетпейінше ешқандай жақсылық күтуге де сенуге де болмайды. Қалғанның бәрі жалған. Барлығын тағайындайтын өзі, министрлер өзі тағайындайды. Және де қазір ана басқа да мемлекеттік құрылымның бәрі соның тапсырысы бойынша, мына сот процесі де бәрінің соның несін орындайды. Тапсырмасын. Қазіргі кезде Берхан аға, кешіресіз. 86 жылғы оқиғадан кейін сол оқиғаның жөндеп тексерілуін Мұхтар Шахановтың Москваға барып Кремльде сөйлегеннен кейін басталған жоқ па, пленумда? Бұл ана Мұқанның сөйлеуіне себептер болған. Қазақстанда да қозғалыстар жақсы күш алды. Ол кезде көптеген ұйымдар құрылды, мысалға. Өзімізде де желтоқсан ұйымы құрылды 89 жылдың май айынан бастап. Соның төңірегінде көп азаматтар бірікті. Оның қазір атын атаса біраз кетіп қалуы мүмкін. Мысалға, соның ішінде Совет Қазақ бар, Аманжол Нәлібаев бар, Арон Асабек, Рашид Нұтысов, одан кейін сыртқы істер министрі болған Михаил Ишиналиев те бар. Көптеген азаматтар болды сонда. Мұхтар Шаханов түсінем. Қазір қызығы, қаңтардың балаларының басына не төніп тұр, қанша уақыт болуы мүмкін деген сұраққа сізде мен де жауап бере алмаймыз. Мақұл, оны қойайық. Жауап алмаймыз. Бірақ бұлар өздері тығырыққа тіреліп отыр. Қазіргі аға, оны түсінем. Басты қызықтырып отқан мәселе, бағанағы сіздің айтқан, Бектанов жайында айтқан әңгімеңізді түйіндейтін болсақ, Тоқаев бұйрық берді, халықты ат деп. Бектанов орындаудан бас тартты. Дұрыс па? Сол үшін қазір сотталды. Солай ма? Солай, дәл солай. Қысқаша қайырғанда солай болып отыр. Сонда қазір біз халық болып Бектановты батыр қылуға атсалысуымыз керек қой. Оны ақталуына күш салу керек деп ойлаймын. Біздің қарызымыз. Егер қоғам болып көтерсе, ол соған алып келуі керек. Оны ешкім білмейді, соны. Аға, біздің генералдардың арасында елім деген халқын сүйер азаматтар бар екен ғой? Бар. Рахмет аға. Сосын өзіңіз айттыңыз ғой, не үшін келіссөздер болды, неге бірақ атыс болды? Соны түсіндіре аласыз ба? Атысты ол Бектанов бас тартқаннан кейін бұл неден ОДКБ әскерін шақыртты. Оған дейін де келіссөз болған шығар, құпия.
Oған дейін снайперлер де алдыртты, ондай мәліметтер де келіп жатыр ғой. Снайперлер болды. ОДКБ сол 6 күні түсті ауызы келе бастады. Қаптап келіп жатыр деген аэропорттан да хабар келді, басқа да жерлерден. Не деуші еді? Сондай информация келе берді ғой, жан жақтан. Bir адамдар аэропорттан естігенін айтты, біреулер өкіметтің өзінің өз структурасынан неше түрлі информация келіп жатты. Мен де естіп жаттым. Аға, енді мынау ютубқа бола мен бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Құрметті ағайын, бұл біздің желтоқсан оқиғаларына қатысып, қаңтарда куә болған Мейірхан Абдуманапов деген ағамыз. Бұл кісінің өткенде мен естіп қалдым да құлағыммен. Келіссөздер болды деген. Қаңтарда бәріміз болдық алаңда. Бірақ ешқандай келіссөз аттастады деп ойлап жүрсек, келіссөздер болған екен. Және ол жерде біздің сол кездегі қорғаныс министрі болып тұрған Марат Бектанов ағамыз генерал қазаққа оқ атқызбай оқты қайтарған екен. Қаруды қолданбаған екен. Сол үшін қазір сотталып жатыр екен. Соны біз елге ашуымыз керек. Сол үшін қазір басында техникалық ақаулар болды, қиындықтар болды. Әйтеуір осы ағамыздың сөздерін жазып алдық. Сіздер осы видеоны таратыңыздар. Ел көрсін, нағыз билік, нағыз батыр, нағыз өзін халқын қолғаған генералдар бар екенін. Соларды қолдайық. Барлықтарыңызға рахмет. Осы видеоны таратыңыздар. Рахмет аға. Сізге үлкен. Әлде соған жолығамыз. Қазір техниканы жөндейміз. Одан кейін барып сапасын жөндігіп жазамыз. Бірақ мынаның өзі де керемет сенсация. Рахмет аға. Сау болыңыз. Саған рахмет. Жақсы.